Украина Америка сайлауларына кірішкені қында малюмат. Русия мақсыз қызметлері тарафындан яратылған уйдурмадыр. Боқта Конгрессте чигденлевлер вақтында Америка Бірлешкен Дәвлетлерінің милли телекесізлік шурасында Русия бойынша садық баш мутихасыз Фиона Хилли білдірді. О президент Дональд Трамп импичменті давасы хусусында киденлевлерді шатлық етті. Хилнын айтқанына көре кебен 16 сенесі президент компаниясы вақтында Америка серверлеріне мұнтазам тарзда тамам Русия үджум еткен ве бұны Бірлешкен Дәвлетлерінің телекесізлік қызметлері таздықлады. Украина Американың қиметлі ортағыдар ве милли телекесізлікті ғайт мұйымер ала деп қайдетті Фиона. Based on questions and statements I've heard, Мында шеткен базы суалері ве білдірулерге сасланып шыны айтмақ істейімке. Бұ комитетнің база азалары Русия ве оның истихбарат қызметлері мемлекетімізге қаршы кампания алып бармағанына инана ве белкеде базы себеплерден бұны Украина япты деп тұшыне. Мен айтачағым бұ уйдурма ве бұ тамам Русия мақсус қызметлерінің уйдурмасыдыр. Аджия қықа 2016 сенесі бізім демократик институтларымызға уджум эткен эджниби куч Русияда. Президент Дональд Трамп импичменті давасы хусусында бірінші ачығдынлевлер ноябрьнің 13-інде башланды. Процедура Трампның Украина президенті Володимир Зеленскийнен июль айындаки конышмадан сон башланды. Демократларының білдіргеніне көре, о заман Дональд Трамп Зеленскийге сияси мухалифы Джо Байденның оғлуна қарашы тақиқатны кене башлатмаға риджа еткен. Қаршылықлы оларақ есе арби ярдымны теклиф еткен.